Махаббат бірінші бөлім. Мектепті бітіріп үлкен өмірге қадам басқан шағым. Жасым 16-да болды. Белгілі бір себептерге байланысты колледжге түсіп, универге оқуға жолым болмады. Есесіне көп достар тауып үлгердім. Үлкен қалада болған соң, анам уайымдап нағашы әпкемнің үйіне жатқызды. Басында жатақханаға жатпақшы болдым, бірақ үйдегілер қарсы болды. Оқудың алғашқы айлары қалаға үлкен ортаға бейімделе бастадым. Ол кездері агент, трубкокурк деген болды ғой, соларға үзбей кіретінмін. Қолымызда 6300 маркадағы сол кездің хит телефоны. Группалас қыздармен жақсы қарым-қатынаста жүрдім. Бірақ ішінде ең жаныма жақыны бір құрбы болды. Ол жатақханада тұратын. Кейде менімен бірге әпкемнің үйіне қонып жүрді. Екеуміздің әңгімеміз таусылмайтын. Сабаққа ертемен келіп кітапханаға жайғастық. Сабақтарымызды бір-бір қайталап болған соң телефонға көз жүгірттік. Трубкокуркқа кірдім. Бейтаныс бір жігіт жазды. Бірден номерімді сұрады. Әдетте ондағы жігіттер бейшара басқаша оймен жазады. Бірақ бұл жігіттің бұндай талпынысына таң қалдым. Бірден номерімді бердім. Бірден хабарласып кітапханада отырып сөйлестік. Бір қызық айтайын, менің мінезім ер мінезділеу болды. Даусым да жуандау. Оның даусы жіңішке екен. Хабарласып сөйлеген уақытта құрбым Аяна екеуміз шегіміз түйіле күліп алдық. Ол бірден телефонды қойып қойды. Аяна әбден мазақ қылып оған қосыла мен де күлдім. Бір уақытта тоқтай сала ойландым. Құрысын көңіліне тиіп қалды ма екен? Әлде менің жуан даусымды естіп жүрексініп қалды ма? Неге қойып қойды? Сол күйі сабаққа кіріп кеттік. Оның трубкокурктен профилін ашып көрсем, жасы менен 8 жасқа үлкен екен. Үйленбеген, ою-өрнегі бар, ағаштан жасалған бұйымдарды салып қойғанына қарағанда сондаймен айналысады. Сол күні ол маған әлі хабарласпады. 2-3 күн өткен соң ол туралы іздестірдім. Қаланың шет жағында бір музейде қазан айының 24-і қолөнер бұйымдарын көрсетеді екен. Ойланбастан сонда барайын деп шештім.